Екінші күн. Өткенді босату және жаңа мүмкіндікке жол ашу бүгінгі күн сенің өзгеру жолындағы маңызды кезеңдердің бірі. Көп адам өз өмірін жақсартуға тырысқанда, ең үлкен кедергілерінің бірі өткенге жабысып қалу. Өткендегі сәтсіздіктер, қателіктер, немесе тіпті өкініш сезімдері кейде бізді тоқтатады. Бірақ сен бүгін өзіңді осы тоқтаудан босатуға дайынсың. Өткенді босату бұл сенің ішкі еркіндігіңнің бастауы. Өткенді өзгерту мүмкін емес, бірақ оны сабақ ретінде қабылдап, болашаққа қолдана аласың. Әр қателік, әр қиындық, әр сәтсіздік бұл сенің дамуыңа қызмет етеді. Сен оны сынақ ретінде көрсең, ол тек сенің күшіңді арттырады. Көп адамдар өткенге қарап, өзіне кінә артып, өз қабілеттеріне сенуді тоқтатады. Бірақ сен басқа жолды таңдадың. Сен бүгін өзіңді босатасың. Мен барлық қиындықтарды жеңемін, мен алға жылжимын деп айт. Бұл сөзді тек ауыздан шығарып қана қоймай, оны жүрегіңмен сезіну маңызды. Сенің сенімің сенің ең үлкен күшің. Өткенді босатқанда сен өзіңді еркін сезесің, және бұл еркіндік сенің жаңа мүмкіндіктерді қабылдауыңа жол ашады. Өткенді босату тек оймен ғана шектелмейді, бұл әрекет. Бүгін бір нәрсені жаса. Өзіңе кішкентай әдет енгіз немесе жаңа мақсат қой. Мысалы, өткендегі сәтсіздіктеріңді қағазға жазып, олардан қандай сабақ алғаныңды анықта. Бұл әрекет сенің саналы түрде өсуіңді және ішкі күшіңді арттырады. Әр сабақ сенің жетістігіңнің құрылыс материалы. Сен оны дұрыс қолдансаң, ол болашағыңды жақсартады. Өткенді босату процесінде эмоцияларды да бақылау маңызды. Көп адам өкінішпен, ренішпен немесе ашумен өмір сүреді. Бірақ бұл эмоциялар сенің энергияңды алып, сенің алға жылжуыңа кедергі жасайды. Бүгінгі күнді эмоцияларды басқару күніне айналдыр. Теріс сезімдерді байқап, оларды позитивті ойға алмастыр. Мысалы, өткендегі қателік үшін өзін кінәлі сезінудің орнына. Мен осыдан сабақ алдым, мен жақсарамын деп айт. Бұл сенің ішкі теңгеріміңді қалпына келтіреді, және сенің сенімділігіңді арттырады. Өткенді босату сенің ішкі еркіндігіңді ашатынымен қатар, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Сен бұрын мүмкін деп ойламаған жаңа тәжірибелерді қабылдай аласың. Бүгін жаңа нәрсе үйренуге тырыс, жаңа дағдыларды меңгер, жаңа адамдармен байланыс орнат. Өткендегі шектеулерді артқа тастаған кезде сенің әлемің кеңейеді, және сенің өмірің жаңа бағыт алады. Бүгінгі күннің тағы бір маңызды аспектісі мақсат қою. Өткенді босатқан соң, өзіңе нақты мақсат қой. Мақсатсыз өмір бағытсыз өмір. Бүгін кішкентай мақсатқа жету арқылы өзіне сенімділікті арттыр. Мақсатқа жету үшін жоспар құру маңызды. Жоспар сенің жол картаң. Әр қадамды жоспарлап, іске асыру арқылы үлкен нәтижеге жетуге болады. Өткенді босату тек жеке даму ғана емес, сонымен қатар қарым-қатынасқа да әсер етеді. Көп адамдар өткендегі өкпелер мен реніштерді алып жүреді, бұл олардың басқа адамдармен қарым-қатынасын қиындатады. Сен бүгін бұл саланы да тазартасың. Өткендегі реніштерді, кінәларды кешір. Бұл тек басқаларды кешіру ғана емес, өзіңді де босату. Кешірген кезде сен жеңілдейсің, энергияң артады, және сенің қарым-қатынасың жақсарады. Бүгінгі күннің соңында өзіңді бақыла. Өткенді босату оңай емес, бірақ бұл процесс әр қадам сайын жеңілдейді. Өзгеріс бірден болмайтынын біл. Бүгінгі кішкентай әрекеттер, бүгінгі кішкентай қадамдар сенің болашағыңдағы үлкен өзгерістерге келеді. Әр әрекет сенің өсуіңнің белгісі. Сен күштісің, сен мықтысың, сен өзіңді өзгертуге қабілеттісің. Бүгінгі күннің қорытындысы сен өткенді босатасың, сен өзіңді еркін сезесің, сен жаңа мүмкіндікке жол ашасың. Өткеннің шектеулерін артқа тастау арқылы сен өз өміріңді өз қолыңмен басқарасың. Бүгінгі қадам сенің алдағы 20 күндегі өзгерістерінің негізі. Сен өзіңді босатқан сайын, сенің энергияң артады, сенің сенімің өседі, сенің мүмкіндіктерің кеңейеді. Бүгінгі күн сенің жаңа өміріңнің екінші қадамы. Сен әрекет еттің, сен өткенді босаттың, сен жаңа мүмкіндіктерге дайынсың. Сенің әрбір әрекетің саған жаңа тәжірибе әкеледі, әрбір қадам сенің алға жылжуыңның белгісі.
Бүгінгі күнді тиімді пайдаланып, өзіңді жетілдіру арқылы сен болашақтағы толық өзгерістерге дайын боласың.